Сөйтіп қасында 3 баласымен жатқан ғой. Жаңа балам мына жерде жатқанда, үшеуім нерде каменнің түбінде жатқан. Үлкен балам тұрып, бесте далаға шығам деген ғой деп сүйіп алайын деп. Светті жаққан кезде атылған ғой. Полный баламды шаш башы бар киіп кеткен. Нерде тірсейінің орны ғана қағаны. Шашы қалың өсіп кеткен. Шашын өсіріп жүрген балам. Шашы да қабаған. Пісіп қалған ғой. Күйеуіммен кішкентай балам жатқан ұйықтап. Оларды зорға тұрғызып алды дейді ғой. Жанып атқан көрпешелердің бәрін таси берген далаға үйіртіп кетпесін деп. Қолдарым бар бұлай жанып кеткен. Аяқтары кішкентай баламның неғып полный пісіп қалған. Күйеуімнің де түтінмен жаңағы нені жұта берген дейді. Сосын өкпесін бар жарамай қалған дейді. Сөйтіп көтер алмады дейді. Іштері аман болса, іш болмаса аман қалар еді дейді. Іштері де қамаған аман дейді. Майысаға барғанша сөйлеп барған ғой. Не кіріп шықтым. Кірсем бәрі ұйықтап атпықылдап. Аппаратта үшеуі де. Аппаратқа қоспағанбыз. Күйеуіңізбен кішкентай балаңыз жақсы. Үлкен балаңыз аппаратта деді. 97%, 95%, 60% деді. Кейін сөйлеп, Дәулет, сен тұр, сен мықтысың, біз тастап кетпе деп сөйттім. Балдарыма сөйледім, сендер мықтысыңдар, балам, тұрыңдар. Бұлай жатқан болмайды, сендерге жараспайды деп сөйлеп шықтым. Дей балам, 60% күйген көтер алмайды ол. Көтер алмады деп ауылға барып құдай өткіземіз деді маған. Кейсем кішкентай балам қайтыс болған екен. Ертесінде үлкен балам, одан кейін үшіншігі күйеуім. Больницада жатыр. Бір аяқ терең күйген дейді. Әлі бір ай 2 ай жетады дейді оны. Терең күйген аяғы дейді. Жақсы болмаса сан етінен алып операция қылып жабыстырамыз дейді оған. Әлі шоктан шықпаған. Сөйлесе асығып тез сөйлейді. Бұрын ондай емес еді балам. Мама деп, әкем қалай, ағам қалай, інім қалай мама деп сұрайды. Не жауап берем? Халықтар ақша жинап сөйтіп жатыр. Жеткенше кредитіңізді жауап береміз деп. Бір кредитімді жауапты ауылда жамағат боп. Алла разы болсын о кісілерге. $8,5 миллион кредитім бар әлі. Өзім жұмыс істемеймін. Үй шаруасында кішкентай бөпем бар. Күйеуім жұмыс істеп келеді. Соның нәпақасымен ғана күн көріп отырғанбыз. Кредиттен артылмайтын жешіп жейтінімізге. Сол қара нан мен қара сумен ғана отыратынбыз. Сол камен дамай қойып, көмір жағып отыра берейік деген еді. Білмеймін қайдан қара басқан сол каменді алып келді. Бір ай жақтық қой деймін, камен бір ай жақтық.